Барлықтарыңызға сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін шпинатный торттың рецептімен бөлісемін. Қонақтарыңызды ерекше тәттімен таңғалдырғыңыз келсе, осы тортты жасауға кеңес беремін. Құрамында ешқандай краситель жоқ, және де менде кондитерлік құрылғылар болмағандықтан үйдегі бар қарапайым заттармен дайындаймын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жидекті конфи дайындаймын. Ол үшін қара жидекпен қантты ыңғайлы ыдысқа саламын. Менде мұздатылған жидектер болғандықтан табаны күйіп кетпес үшін шамамен бір ас қасықтай салқын су құйдым. Осылай орташа отта қайнатамын. Кішкене мұзы еріп, жұмсарғаннан кейін блендермен алып біркелкі етіп барлығын еземін. Жидекті масса жақсылап ысыды, крахмалды бөлек ыдыста салқын сумен жақсылап араластырып алып құямын. Араластырып отырып, шамамен 3 минуттай масса қойыланғанша қайнатамын. Басқа ыдысқа ауыстырып, бетін пищевая пленкамен арасында ауа қалмайтындай етіп жауып, суытуға жіберемін. Енді бисквит дайындаймын. Ол үшін шпинатты ыңғайлы ыдысқа саламын. Менде мұздатылған шпинат міндетті түрде толығымен еріп, бөлме температурасында болу қажет. Сұйық май құйып, погружной блендермен біркелкі массаға айналдырамын. Құрамдардың нақты мөлшері видеоның төменгі жағында описание бөлімінде жазулы тұрады. Және де апта сайын жүктелетін жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Дайын болған қоймалжың массаны бізге қажет болған уақытқа дейін шетке қойып қоямын. Құрғақ, таза ыдысқа бөлме температурасындағы жұмыртқаларды және қантты салып, көлемі 2 немесе 3 есеге көтерілгенге дейін 7-8 минут бойы жақсылап блендерлеймін. Жұмыртқалар бөлме температурасында болғанда арасына ауа толып жақсы көтерілетін болады. Және де барлық ингредиенттер бір-бірімен бір температурада болғандықтан жақсы араласады. Ол біздің бисквитіміздің нәзік әрі үлпілдек болып шығуына тікелей байланысты. Шпинатты массаны қосып, біркелкі болғанша жылдам араластырамын. Сұйық массаға ұнды 3 ретке бөліп саламын. Разрыхлительді алдын ала ұнмен араластырып дайындап қойсаңыз болады. Мен ұнмен бірге ситадан өткіздім. Ұнды қосқаннан кейін миксерді пайдалануға мүлдем болмайды. Силиконды күрекшемен немесе ағаш қасықпен абайлап отырып араластырамын. Себебі жаңа жұмыртқаның көтерілгенін басып тастауға болмайды. Егер басып тастасақ, бисквит көтерілмей қалуы мүмкін. Мүмкіндігінше ұзақ араластырмауға тырысыңыз. Дайын болған қамырды табанына пергамент төселген формаға құйып, алдын ала қызып дайын тұрған 180 градуста духовкаға жіберемін. Бисквиттің дайындығын ортасына зубочистка тығып тексереміз, яғни зубочистка құрғақ болып шығу керек. Формасында толығымен суытқаннан кейін ғана жандарын пышақпен кесіп, формадан шығартып, пищевая пленкаға орап, 2-3 сағатқа қойып қойдым. Солай бисквитпен жұмыс жасау оңайырақ болады, оңай кесіледі. Кремі үшін құрғақ таза ыдысқа салқын кілегеймен қант ұнтағын салып, қоюланғанша жайқаймын. Осында творожный сыр салып, жақсылап біркелкі болғанша араластырамын. Осымен крем дайын. Тортты жинағанға дейін тоңазытқышта ұстаймын. Менде осы қалпында тоңазытқышта бір түн тұрды. Бисквитті 3 бөлікке бөлу үшін үйдегі бар ең қарапайым заттарды пайдаланамын. Үстіңгі бетін кесіп алып тастаймын, оны торттың сыртын әсемдеуге пайдаланатын боламын.
бисквиттің жанынан өлшеп, араларынан 1 сантиметр қалдырып, зубочисткаларды тығып шығамын. Дәл солай бисквитті айналдыра қойып шығамын. Араларын пышақтың ұзындығы жететіндей қалдырамын. Пышақты зубочисткалардың бетіне қойып, кішкене ғана кесемін, солай айналдыра кесіп шығамын. Кәдімгі тігуге арналған жіпті жаңағы кескен жерлерге кіргіземін. Екі жағынан айналдыра алып келген жіпті бір-бірімен айқастырып, екі жаққа қарай тартамын. Солай бірінші бөлігімді бөліп алдым. Дәл осы процесті қайталап, екінші бөлікті де солай жасаймын. Менің ең сүйікті сәтім, яғни тортты жинау сәті. Ыңғайлы ыдыстың табанына кішкене крем жағамын, торт сырғанап кетпес үшін, және де алғашқы бисквитті орналастырамын. Бұл менде бисквиттің ең беткі бөлігін ең астына орналастырамын. Және де айналасы таза болу үшін пергамент қойып шықтым. Мен кольцо пайдаланамын, әрине ол сізді жинай беруге болады. Мен алдыңғы жасаған шпинатный торттарымда бірінші конфиті толығымен бисквитқа жағып, бетінен кремді жаққан болатынмын. Ал осы жолы бисквитқа крем жағып, конфиға орынды ортасынан қалдыратын болып шештім. Бірақ соңғы нәтижеде конфиді бисквитқа жағып, бетінен кремді жасаған маған көбірек ұнады. Ал сіз өзіңізге ыңғайлы тәсілді пайдаланыңыз. Жинау барысында ыңғайлы болу үшін конфиді да, кремді де кондитерлік қапқа салып алдым. Конфиді көз мөлшерімен 2-ге, ал кремді 3 бөлікке бөлдім. Осылай тортты толығымен жинап, бетін пищевая пленкамен қаптап, тоңазытқышқа 2-3 сағатқа жібердім. Сыртын өз қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен қалған бисквитті блендермен ұнтақтап, сыртын жауып шықтым, және де қалған кремді орналастырып, жидектерді қойдым. Менде уақыт тығыз болғандықтан, кремнің бисквитке сіңуіне уақыт бермей, бірден ішін кесіп сіздерге көрсеткім келді. Кремі жақсылап сіңген соң, сондай жұмсақ болып ауызда еритін болады. Оның да видеосын сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Енді сіз де осындай керемет дәмді, нәзік изумрудный тортты отбасыңызға жасай аласыз. Қолдау көрсету үшін лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз. Маған сеніп, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.